Жетісай ауданы мамандандырылған дарын мектеп-интерната, білімнің биігін, шығармашылықтың шыңын бағындырған мектеп ұжымы үздіктер қатарынан түспеген. Мәселен, Алтынай Молдадасова, Алтынай Пазылова, Олжас Алимов республиканың үздік педагогтар қатарында. Еліміздегі ауқымды жарыс үздік авторлық бағдарлама жеңімпаздары да осы Жетісай дарын мектебінен шықты. Одан бөлек бірқатар пән олимпиадаларының жеңімпаздары да бар. Шардара ауданы Мәулен Қалмырза атындағы нөмірі 3 мамандандырылған мектеп-интернаты. Республика бойынша ең үздік 10 мектеп қатарына енген дарындылар ордасында 280 оқушы білім алады. 38 педагогтың ішінде 2 ұстаз Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі иегері. Одан бөлек оқушыларда халықаралық республикалық олимпиадаларда өз білім деңгейлерін көрсетуде. Сарыағаш ауданы нөмірі 4 мамандандырылған мектеп-интернаты. 289 оқушы білім алатын мекемеде 10 педагог шебер, 11 зерттеуші, 10 сарапшы, 5 модератор, 8 педагог қызмет атқарады. Білікті ұстаздардан 132 оқушы облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларда жүлделі орындарды иеленген. Мәселен, 2019-2020 оқу жылында республикалық ғылыми жоба байқауында Анарбек Бағила бірінші дәрежелі диплом иеленді. Бұдан өзге мектептің мақтаныштары көптеген жетістіктерге жетуде. Қазығұрт ауданы дарын мектеп-интернаты. Мектептің негізгі жетістіктеріне тоқталсақ, 2016 жылы үздік мектеп атанған интернатта робототехника саласына көп көңіл бөлінген. Нәтижесінде Роботур 2022, Каз Робоспорт 2022, Роботур байқауларында жоғарғы орыннан көрінді. Одан бөлек көптеген оқушылар спорт, өнер бағыттарында үлкен белестерді бағындыруда. Төле би ауданы мамандандырылған мектеп-интернаты. Оқу ордасы еліміздегі білім додаларында бақтарын сынап, үнемі үздіктер қатарынан көрініп келеді. Мәселен, 2021-2022 оқу жылында математика бағытында халықаралық конкурста 10 сынып оқушысы Балғабай Бақжан 3 орын иеленді. Роболенд 2022 халықаралық робототехника технологиялар фестивалінде 2 орын иеленді. Одан бөлек мектептің атын елімізге танытып жүрген оқушылар қатары көп. Бүгінде интернат түлектері республикадағы үздік жоғарғы оқу орындарында білімін жалғастыруда. Түркістан облысы Түлкібас ауданы 3 тілде оқытатын мамандандырылған мектеп-интернаты. Мұнда 36 білікті ұстаз 236 оқушыға жүйелі білім береді. Соның нәтижесінде оқушылар облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадаларда үздік жетістіктерге жетуде. 70-ге жуық ғылыми жоба дайындалып, әртүрлі деңгейдегі жүлделерді иеленді. 2015 жылы ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғарғы балл жинаған оқушы да осы Түлкібас ауданынан шықты. Шымкент қаласында орналасқан Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған өнер мектеп-интернаты. Нағыз таланттылар мен дарындыларды жинаған өнер мектебі үздіктердің ордасы. 2022-2023 оқу жылында 9 сынып оқушысы Жайсанбай Байбатыр республикалық жарқын болашақ жарысында әншілік бағыт бойынша 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Одан бөлек мұнда 200-ден аса жас ақындар, әншілер, бишілер, қолөнершілер және зергерлер білім алуда. Арыс қаласы Абай атындағы ер балаларға арналған білім инновация лицей-интернаты. Мектептің негізгі жетістіктерінің бірі Павлодар қаласында өткен Қаныш Сәтбаев атындағы олимпиадада 8 сынып оқушысы Үсен Дін-Ислам география пәні бойынша 3 орын иеленіп келді. Жетекшісі Ботагөз Мелдеханова. Сонымен қатар 21 ғылыми жобаларға қатысып, түрлі дәрежедегі жүлделерді алып, үздіктер қатарынан көрінуде.
Түркістан қаласы Нұртас Оңдасынов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты. Рухани Астана төрінде орналасқан дарындылар ордасында 369 оқушы тәрбиеленуде. 54 түрлі санаттағы ұстаздар жұмыс жасайды. Мектептің жетістіктеріне тоқталсақ, 2020-2021 оқу жылында Бақытнұр Айтмұхамбетова республикалық пән олимпиадасында жүлделі 3-ші орын, Адина Абылайхан мен Асия Ділдабек ғылыми жобалар конкурсында 2-ші орын иеленді. Одан бөлек оқуда оза шапқан оқушылар саны жетерлік. Кентау қаласы дарын мектеп-интернаты. Білім ордасында 327 дарынды балалар 51 оқытушыдан біліммен қатар саналы тәрбие алады. Мектеп-интернаты оқушыларды түрлі білім бәйгесіне қосып, бүгінге дейін 500-ге жуық жүлделерді иеленген. Соңғы оқу жылында мектептің 2 бірдей ұстазы Жанасыл Исаев пен Жасур Расулов еліміздің оқу ағарту министрінен үздік педагог төсбелгісін алды. Ал оқушылар республикалық халықаралық олимпиадаларда топ жарып жүр. Шымкент қаласында орналасқан Маржан Тасова атындағы 3 тілде оқытатын мамандандырылған нөмірі 12-ші мектеп-интернаты. 422 дарынды оқушы оқитын мектепте 62 ұстаз қызмет атқарады. Интернаттың мақтаныштары білім жарысында, оқу сайыстарында алғашқы үштікті бермей келеді. Халықаралық додаларда да мектептің атын шығарып, түлектер шет елдерде білімін жалғастыруда. Қазығұрт ауданы Жамбыл Қаппаров атындағы нөмірі 15-ші мамандандырылған мектеп-интернаты. Білім беру бағыты физика, математика. Интернатта 329 оқушы 51 ұстаздан білім алады. Мектептің мақтаныштары Дүйсен Нұржігіт халықаралық зерттеу жұмыстары конкурсында 2020 жылы 1-ші орын, 2023 жылы Даян Оспанов 1-ші орынды жеңіп алды. Сонымен қатар халықаралық математика бағытындағы олимпиадасында Нұрмағамбет Нұрдаулет алтын медаль иегері атанды. Кентау қаласы нөмірі 3-ші ер балаларға арналған лицей-интернаты. Оқу орны республикалық олимпиадалар арасында соңғы 5 жылда үздік топ 50 мектеп қатарында. Оқушылар халықаралық емтиханнан жоғарғы көрсеткішке жеткен. Солардың қатарында Асқаров Абдурахман, Полатхан Нұрболат, Жақсылық Диас көш бастайды. Ал 2022 жылы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесімен республика көлемінде 106 мектеп ішінен 6-ші орынды иеленеді. Сонымен қатар Қуатов Айдос жылдың үздік ұстазы марапатына ие болды.